Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге корындық дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын жасап алайық. Бізге қажет 2 жұмыртқа, 50 грамм паприка, дәміне қарай тұз, сонымен қатар құрамында көрсетілген қажетті мөлшердегі сүтімізді қосып, қамырымызды әбден араластырамыз. Ал ұнымызды барлығын бірден қоспаймыз, себебі бізге қамырымыз өте қою болып кетпеуі қажет. Қамырымыз дайын болғаннан кейін шұжықтарымызды ортасынан екіге бөліп, шпаж таяқшаларына түйреміз. Дайын болған шұжықтарымызды қамырымызға батырып, қызып тұрған майға қуырамыз. Сіздерге өте дәмді және тез дайындалатын корындықты жасауға кеңес беремін.